Қайырлы күн. Бүгін осындай саукеле формасындағы шашқа тағатын заколка жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге саукелеміздің формасын жасап алу қажет болады. Фетр матасына осылай линейканың көмегімен өзіміздің заколканың формасын сызып жасайтын боламыз. Қайшымен кесіп алып, сол формамызды екінші фетрді да осылай кесіп алатын боламыз. Бұл бізге бірінші беті тастар тігіледі, екінші беті ол артқы бөлігі болып табылады. Фетрдің орнына артқы бөлігіне кожа қолдансаңыздар да болады. Тастарды тігіп бастамас бұрын бірінші біз осы формамыздың центрін тауып алып, ортасынан бастағанымыз дұрыс болады. Саукелеміздің центріне осындай ең басты тасты тігіп алғаннан кейін ары қарай уже түстердің үйлесімділігін және қандай тастардан тігесіздер оны өздеріңіз білетін боласыздар. Әр адамның өзінің фантазиясына байланысты. Мен осындай жасыл, сарғыш и ақ түсті тастарды таңдадым. Осылай бәрін кәдімгі ине жіппен тігіп шығатын боламын. Жемчікті айналдыра тігіп болғаннан кейін әр моншақтың ортасынан осылай бисермен жолдар жасап шықтым. Бұл жерде бисер саны 9.
Біз сәукелеміздің формасынан 2-3 мм кішірек қылып осындай қатты қағаздан форма кесіп аламыз. Бұл сәукеле қатты болу үшін оны артқы алдыңғы бөлігінің ортасына жабыстыратын боламыз. Сонымен қатар ұмытпай біздің сәукелеміздің үкісін клейлейтін боламыз. Сол екі матаның ортасына. Жақсылап клей отырғызғаннан кейін осылай бисермен шетін қаптап тігіп шығатын боламыз. Бұл жерде бір бисерді инемен өткізіп, одан кейін сол бисерді қайтадан астынан сол бисерден өтіп шығып отырсаңыздар, әдемі болып қапталатын болады. Бұндай мастер-класстар өте көп, сол жерде мұқият қарап алсаңыздар болады. Міне біздің сәукелеміз дайын болды. Шетінің бәрі бисермен қапталып тігілді. Енді бұған осындай заколканы клеймен отырғызатын боламыз.